Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты бауырым. Құдай сені ерекше сүйеді, және Құдайдың ерекше жоспары бар сенің өміріңде. Я, сен бір затты түсін, бауырым. Құдай сені құтқарып алды. Анаңның құрсағында жатқанда. Сені Құдай таңдады. Неге? Оның сүйікті ұлы мен қызы болуға. Енді біз айқыш ағашта құрбан болған, және 3 күннен кейін өліп қайта тірілген Иса Масықтың шәкірттеріміз, ұл қыздарымыз, оның өсиетін орындайтын. Ал Құдайдың өсиеті, ол қандай өсиет? Ұлы өсиет Иса Масық бізге тастап кетті, өзінің шәкірттеріне, яғни саған және маған. Ол былай дейді: жан тәніммен, бүкіл ой санаммен Құдай әкеңді сүйді. Аумин. Құдай әкені сүйді. Бүткіл ой санаммен, жан тәніммен Құдайға қызмет ет, оны құрметте, оған құлшылық ет. Және екінші өсиеті: өзіңді қалай сүйсен, өзіңді қалай жақсы көрсен, маңайындағы адамдарды да дәл солай жақсы көр дейді. Ол нені білдіреді? Жақсы көру, сүйіспеншілік, мейірімділік, ол Құдайдың бір қасиетті есімі. Аумин. Құдайшыл адамдар, олар кекшіл болмайды. Құдайшыл адамдар, олар жаман атқа, қиянатқа біреуді қимайды. Құдайшыл адамдар қиянатқа, аманатқа қиянат жасамайды. Аумин. Сондықтан да біздің өмірімізде екі ұлы өсиет бар. Құдайымыз Иса Масықтан қалдырған. Ең бірінші, Құдайдың барына күпірлік келтірмеу. Оның құдіреттілігіне күпірлік келтірмеу. Иса Масықтың өліп тірілгенін мойындау. Айқыш ағашта. Және мойындау, ол біздің кінәларымызды кешіргенін мойындау. Көп кездерде бізге біреулер кінәмізді мойнымызға артқысы келеді. Ой, сен кінәһарсың, ой, сен анаусың, ой, сен мынандай сен деп, бірақ та бір ғана зат бар. Егер де сен Құдайдың алдына келіп, Құдай әке, мен пендеммін, кешірші мені, мен сенің алдында кінә жасадым десен, Құдай сол мезетте сенің кінәларыңды кешіреді. Оны мен емес, оны киелі кітапта жазады. Менің алдыма келсеңдер, мен сендерді кешіремін дейді. Және егер де сендер дейді, сендер, мен сендерді құтқаратыныма дейді. Өйткені киелі кітапта не айтады? Киелі кітапта Иса айтады: мен көктегі әкемнің қасына кетіп бара жатырмын. Не үшін? Сені мен маған орындайындау үшін көкте. Қандай орын? Ертең біз бақилық болған уақытта Иса Масықтың қасына баруға. Оған қасына бару үшін біз не істеуіміз керек? Әлбетте екі өсиеті бар. Ең бірінші, Иса Масықты Тәңір ием деп қабылдап, оның алдында кешірім сұрап, кінәларыңды мойындау. Екінші, ұлтқа, тілге, дәстүрге бөлмей барлық адамдарды не істеу керек? Жақсы көру керек, сүйе білу керек. Оларға құрмет көрсете білу керек. Оларды өзінен жоғары сана. Өйткені Құдай әкем, ол адамдарды да тура сен сияқты жақсы көреді. Сен сияқты тура Құдай әке сені қалай жақсы көрсе, оларды да солай жақсы көреді. Сондықтан да біз не істеуіміз керек? Біздер оларға сүйіспеншілік көрсетуіміз керек. Оларды өзімізден жоғары бағалауымыз керек. Олардың қателіктерін, сенуші бауырлардың қателіктерін беттеріне баспай, оларға мүмкіншілік беруге. Исаның есімі ол мүмкіншілік. Қандай мүмкіншілік? Айқыш ағашқа апару. Айқыш ағашта не істетеді? Ол кінәларынан бостандық арылту. Өйткені Матай жазған ізгі хабарда айтады: шаршап шалдыққандар, денелеріне ауыр жүк басқандар, маған келіңдер дейді. Не үшін? Мен сендерді қайда дейді? Тыныштыққа бөлеймін дейді. Тыныштық қайдан келеді? Тыныштықты тек қана Құдай береді. Адам бере алмайды. Тек қана Құдайда тыныштық бар. Бақытты сол адам, Иса Масықты танитын. Бақытты сол адам, Құдайдың тыныштығына кенелетін. Тыныштық беруші ол жалғыз Иса. Аумин. Мен сенемін. Сен сол адамсың. Жан тәніңмен Құдайды жақсы көретін. Және қасындағы бауырларыңды да,
ұлтына, тіліне, дәстүріне қарамай жақсы көретін және Құдайдың тыныштығына бөлелген. Иса Масих сені жарылқап баталасын, қымбатты бауырым. Мен сені жарылқаймын. Құдайдың ақ батасын сұраймын сенің өміріне. Аллилуйя. Аумин.